Біз мына сөз жұмбақты шеше отырып, бүгінгі сабақтың тақырыбын болжайық. Бауыржан, тақтаға назар аударамыз. Сөз жұмбақты шешеміз. Ал, қайыр айта ғой. Кім шешті? Зар заман және мынау не? Базар. Қанша қандай қалды? Зар деген бар. Сазан. Мынау? Нан. Жол. Жолдан не болып тұр сонда? Тол. Мынау не? Жаға. Сонда? Толға. Мынау? Су. Толғауы. Яғни тақырыбымыз қандай екен? Зар заман толғауы. Бүгінгі біздің сабағымыз осы сөз жұмбақтың жауабымен тікелей байланысты болды. Зар заман толғауының көркемдік ерекшеліктері. Міне тақырыбымыз. Ары қарай бүгінгі сендермен оқу мақсатымен таныстырып өтіп кетейін. Бүгінгі біздің тақырыпқа сай оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту. Екінші оқу мақсатымыз шығармадағы көркемдегіш құралдар, яғни аллитерация, ассонанс, теңеу, эпифора, анафора сияқты көркемдегіш құралдарды қолданысын шығарма барысында талдау болып табылады. Біздің сабақ мақсатымыз оқу мақсатына сай келеді. Яғни сендер шығармадағы кейіпкердің бейнесін аша аласыңдар, көркемдегіш құралдарды ауызша, жазбаша қолдана аласыңдар. Бағалау критерийлері де сабақ мақсаты мен оқу мақсатынан тікелей байланысты шыққан. Сендерде бағалау критерийі бағалау парақшасында тұр. Қатысты шағын бейне ролик дайындап келгенмін, соны бірге тамашалайық. Ақын Шортанбай Қанайұлы әдебиеттің зар заман аталған кезеңінің әуелдерінің бірі. Ол бүкіл өмірі мен ақындық дарынын туған халқының Ресей отаршылығынан тартқан ауыр халін, оның келешегінің мән-жайын жырлауға арнады. Өзі куә болған заманының кемшіліктерін өзгелердің бүгін сезініп байраусыз әшкерелеуге атсалысты. Қазақ баласына Ресей отаршылығымен бірге келген қоғамдық, әлеуметтік өзгерістер халықты екі жақты езгіге ұшыратты. Ең алдымен елді жерінен бас бостандығынан ажыратса, екіншіден рухани құндылықтарынан алшақтатты. Ата-бабалардан келе жатқан салт дәстүрден, тілден, діннен, имандылықтан, ынтымақ бірліктен қол үздіре бастады. Адамдардың мінез-құлықтары өзгеріп, жас ұрпақ ата-ананы сыйламайтын жағдайға келді. Елді парақорлық, бақталастық, билікқұмарлық сияқты келеңсіз өзгерістер жайлы осыны көзден көріп, жүрегі қанжылаған ақын бұл тығырықтан құтылар жол іздейді. Оны таба алмағандықтан сол өзі өмір сүріп отырған заманнан көреді. Қазақ қоғамындағы жаттылықтардың бәрін ақыр заманның белгісі деп түсінеді. Шортанбай ақынның зар заман өлеңдер топтамасы, бір дәуірдің айнасы, жаңа заманның болмысынан түңілген, халық қамын ойлаған ел ақсақалының, азамат ақынның жан айқайы, толмаңыз еврейсі. Ал оқушылар, онда бейнероликті тамашалап болдық. Ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Біздегі жаңа сендер тамашалаған бейнероликте Шортанбай Қанайұлының өмірі және зар заман толғауының тақырыбы, ол толғауда не қозғалды, сол туралы шағын ақпарат сендерге берілді. Солай ма? Ал енді біз осы тақырыпты бүгінгі күнмен санағанда 3-ші сабақ бойы өтіп жатырмыз. Сол себепті сендерге біз қазір бірінші тапсырманы
сыңарын тап деген тапсырма арқылы жалғастырамыз. Яғни сендер зар заман толғауындағы көнерген сөздердің мағынасын ашуларың керек. Әр топқа жеке-жеке сөздер және олардың мағынасы тарқатылып беріледі. Соны сендер сәйкестендірулерің керек. Қазір біз топпен жұмыс жасаймыз. Парталарының ортасын ашып, сол жерге көрінетіндей қылып, әдемілеп құрастырсаңдар болады. Сендерге бұл тапсырманы орындауға уақыт беріледі. 5 минут уақыт беріледі. Уақытты тиімді пайдаланып құрастырамыз. Su деген жоқ па? Мына жерден бір шетке қойыңыз. Сонда жағына соның қасына жабылып уақыттарың қалды. Барлығын қойып шығамыз, тез қойып шығыңдар. Жауаптарыңды тексеріңдер. Дұрыстарын керек, дұрыстарын Біздің келесі тапсырмамыз жеке жұмыспен жалғасын талқылауды. Тақтада сендерде балық қаңқасы деген әдіс арқылы бүгінгі біздің сабағымыздағы ең басты оқу мақсатымызға сай зар заман толғауының көркемдік ерекшеліктерін, яғни көркемдік құралдарды табу тапсырмасын орындаймыз. Әрқайсымызға жеке-жеке парақша беріледі. Себебі бұл жеке жұмыс. Болды, ол кірабесін ортада. Бұл тапсырманы орындауға сендерге 10 минут уақыт беріледі.
Сол үшін уақытты тиімді пайдаланып, тапсырмаға толық жауап беруге тырысамыз. Бұл тапсырмаға 4 балл беріледі оқушылар, және дескриптор тақтада тұр. Бірінші шығарманың тақырыбын жазады, екінші көркемдегіш құралдарын табады, үшінші мысал келтіреді, және төртінші өз ойын қорытындылайды. Тапсырма түсінікті ма? Орындаймыз. Уақыт кетті. Кітаптан өлең үзінділерін қолдануға болады оқушылар. Кітапты ашып, зар заман өлеңінің ішіне мысалдар келтіреміз. Әр парақшаға аты жөндеріңді жазуды ұмытып кетпеңдер. Балық қаңқасының басы толтырылған болса 1 балл, сүйектері толтырылған болса 1 балл, астыңғы сүйектері барлығы дұрыс болып толтырылған болса 1 балл, және соңғы қорытынды сөз жазылған болса 1 балл бересіңдер. Жалпы 4 балл, және мынау тақырып пен қорытынды сөзде оқушының жауабы ескеріледі. Түсінікті ма? Себебі әркім өзінің ойын жазады. Осымен мағыналас болса 1 балл қоя бересіңдер. Тексереміз, бағалаймыз. Көріп тұрсыңдар, бүгінгі біздің викторинамыз. Бірінші Шортанбай Қанайұлының шығармашылығы мен өмірі. Екінші сен білесің бе? Үшінші ойлан. Яғни бұл жерде жалпы барлығы 15 сұрақ болады. Қазір бір-бір оқушыдан қол көтеріп, сол сұрақты таңдаған оқушы ғана жауап береді. Егер ол оқушы жауап бере алмаса, басқа оқушының жауап беруіне рұқсат. Түсінікті ма? Яғни басқа оқушы жауап беріп жатқан кезде жауабын айтпаймыз, тыңдаймыз. Дұрыс-бұрысын сендер айтасыңдар. Ал онда бірінші топтан бастаймыз ба? Дария бастайын дейді. Қай сұрақты таңдайсың, Дария? Ойлан тап қанша? 500. Ойлан тап 500-ді таңдаймын дейді. Ал бұл жерде метафора асынаңыз. Яғни бұл кімнің өлеңі? Шортанбай Қанайұлының. Шортанбай Қанайұлының қандай өлең? Зар заман. Бұл жерде не бар екен бізде? Көркемдегіш құралдар. Қайсысы? Метафора, орыстың төстүркі. Асынаңыз орыстан қорлық көрмесін отырып келген ақынды. Яғни дауысты дастардан басталыпты. Өте жақсы. Міне, мына жерде бал тұр, Дария келіп өзіме 5 балл алсам болады. Келесі. Екінші топтан бір оқушы таңдасын. Сен білесің бе 500. Ал көркемдегіш құрал екенін білеміз. Ережесі қандай? Білеміз ба, Тайыр? Данияр жалғастырамыз. Ал, Данияр, имитет дегеніміз не? Қол көтердің ғой. Білмейміз ба? Дария жаңа жауап берді, сол үшін саған жарайды ба, Дария айтамыз, жауабын айтамыз, саған бір балл қосып береміз. Ол құрал заттың, құбылыстың, сыр сипатының ерекшелігін сипаттайтын көркемдегіш сөздер. Яғни шығармадағы, яғни кейіпкердің, заттың сипатын анықтайды екен. Өте жақсы. Ары қарай. Үшінші топтан. Соңғы 500. Шортанбай Қанайұлы ма? Сабағымыздағы өткен тапсырмалар бойынша сендердің кері байланыстарыңды білгім келіп отыр. Әр оқушыға және әр топқа мынандай жетістік баспалдағы берілген, және ол жерде смайликтер тұр. Жетістік баспалдағы деген, яғни бізде бірінші топ тапсырманы толық орындай алдым дейді, екінші топта бізде аздап қиналған оқушылар бар екен. Олар кімдер екен? Каусар мен
Асылжан, келесі сабақта сендермен осы оқу мақсаттарына тапсырмалар беріледі. Үшінші топта бізде бір оқушы бар екен, қиналған. Маруан. Және Маруанға келесі сабақта қосымша тапсырмалар беріледі.